Ассалаумағалейкум, Алдияр ағайын, мәртебелі көрермен. Назарларыңызда сұрағандарың сөз болса бағдарламасы. Біздің бүгінгі басты кейіпкеріміз қаламыз жүйрік журналист Махамбет атындағы сыйлықтың иегері 60-та алқымдап отырған жазушы ағамыз Әбілқайыр Спанов. Әбілқайыр Бақытұлы Спан 1949 жылы Маңғыстаудың Жармышында дүниеге келген. Қазіргі Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін бітірген. Ал еңбек жолын Жаңаөзенде мұнайшылықтан бастаған. Аудандық, облыстық, республикалық газеттерде, теледидарда, Қазақпарат агенттігінде қызмет жасаған. Бұл қаламгер туралы қысқа ғана мағлұмат. Оның шығармашылық бағытқа бет бұруы бөлек әңгіме. 1970 жылдардың орта шені бірақ. Мен ол кезде талабын енді бастап жүрген облыстық газетте журналистпін. Жас журналистпін. Қабекең марқұм Қабиболла Садиқов ағам. Ол да нағыз зар күйінде әлі 50-ге келе қойған жоқ жас жігіт. Сол Қабекең айтты. Мен мына әдебиет қаулап жүрмін ғой, мен әдебиетшімін, осымен кете беремін. Ал осы өңірдің тарихы қалып бара жатыр. Деп, ол уақытта жалғыз ғана Есбол Өмірбаев, ағамыз марқұм. Сол айналысып жүрген. Ол уақытта Есекең үлкейіп қалды. 60-қа келіп болды, бірақ онша үлкен жас емес, денсаулығы нашар болып жүрді. Сосын осы түбегейлі Маңғыстаудың өткенімен айналыс деп, сосын ол үшін қарап арнайы білім керек деп мені сол жерде академияның кітапханасына алып барып тіркеп, сосын орталық кітапханада бар нәрселердің тізімін беріп, сосын маған Қазақ мемлекеттік университетінің тарих факультетінің программасын қолмастады. Осыны оқып, жылма-жыл маған экзамен тапсырып тұрасың. Мына пәндерден деп. Сөйтіп мен Қабекеңе емтихан тапсыратын жылына, тарихтан. Сосын әсіресе және ол кісі өте тарихшы да жақсы болатын, сосын әдебиетші де болатын. Әдебиет тарихынан да қосымша маған сабақ берді. Сосын бұлай енді өзің әдістемелі көмектері күндеген көп болды ол енді. Сосын мұнда келгенде, ғылыми сапармен келгенде, ағайыншылап қыдырып келгенде мені үнемі қасынан тастамайды. Ол біздің бір жүргеніміз, әрбір неге барғанымыз, сол бір лекция болатын. Сол үнемі айтып отыратын. Мені солай кәдімгі былайша айтқанда мені қолын құнан күнімден бастап бауырлады. Сол маған осы Маңғыстаудың өткен тарихына келуге себеп болды, бас себеп осы болды. Әбілқайыр ағамыз көбіне өлкенің әдебиеті мен өнерінің тарихи тақырыбын көтерген. Жүздеген саяси қуғын сүргін құрбандарының есімін жаңғыртып, ақтауға атсалысқан қаламгер. Әбекең екеуміздің бірге жұмыстас болған жеріміз облыстық архив болды. Ол архивке мен жаңағы архив қорындағы төте жазумен және латын жазумен жазылған құжаттарды жарыққа шығару үшін сол жұмысқа барған болатынмын. Ал Әбекең өзінің сол тарихқа қызығушылығы әкелген болу керек о жерге. Ол жерде мына Есберген Іңірбаев деген журналист, сосын сол Әбілқайыр үшеуміз Порт-Шевченко қаласының 150 жылдығына байланысты Қарашаң аңырақ кітабын жаздық. Ол жұмыста да ол Әбілқайыр өзінің осы өлке тарихын тереңірек білетін, көбірек білетін көрсетті. Ол сол кітаптағы мақалалардан аңғарылып тұр. Сол облыстық архивте жүргенде бір қолға алған жұмысымыз облыстың әрбір аудандары туралы, әр ауданның тарихы туралы жеке-жеке кітап шығаруды жоспарлаған болатынбыз. Енді оны Әбілқайыр жүзеге асырды деуге болады. Ішінара ең бірінші кітабы Берекелі бейнеу. Оның оқырмандардан алған бағасы жақсы болды. Сондай-ақ осы архивтің қорында бар Тоқабай Құрмаштың ісіне байланысты ол жеке кітап шығарды. Одан кейін Тобанияз кітабын шығарды. Сөйтіп журналист Әбілқайыр тарихшы, жазушыға айналды.
кеңес үкіметі келместің кемесіне мініп кете барды ғой енді. Әрине оған мен оны саясат емеспін, оны алдартыңа бір уыс топырақ деп даттаудан да ұнақпын, мақтағым да келмейді. Бірақ біз әлі Ленин айтқан бала алас суды төгемдеп, бала шомылдырған суды төгемдеп, баланы қоса төгіп жіберді деп. Біз кеңес үкіметімен бірге көптеген құндылықтарымыздан айырылып қалдық. Соның бірі, мысалы, тамаша адамдар өмір сериясымен шыққан кітаптар еді. Жақсы үлгі болатын. Енді ол бір сыдырғы кеңестік саясатқа бағышталып қана соның ыңғайымен жазылатын, табысы да көп, жетістігімен. Кемшілігі де бар. Мен кеңес үкімет кеткенде алдымен шынымды айтсам соны қимадым. Сосын қой енді ол маңдайын төгіліп отыра беруге болмайды. Осы Қазақстан сірә күндердің күнде ол өзі көре жатар, бірақ осы Маңғыстау көлемінде осы өліп қалмасыншы, өсір бастама. Деп мен осыны өзім қолға алдым. Ең бірінші Тоқабай Құрмаш дейтін, ол бір жағынан біз егемендік алғанымызды шынымен де дәлелдегім келіп, себебі бұрын банда атауға тыйым салып кеткен мына Құрмаш соны жазып, сосын кітап қылып, артынан ескерткіш орнаттық сол басында. Ол енді солай ұласа берді. Құдайға шүкір біздің жақсымыз көп екен. Бұл сосын әр саланы қамтыды, тарихи адамдарды қамтыды, билерді қамтыды. Сосын мұнайшылар көбірек қамтылды, себебі біздің мұнайшыларымыз енді осы мұнай ғой Маңғыстауның атын шығарып отырған. Әбілқайыр елімізді көптен білем. Біз енді мынау Қаратаудың, Маңғыстаудың Қаратауының ол жармышында, мен 10-сында туған, арасы 11 километр жер. Енді мынау өсіп, азамат болғаны көз алдымызда. Енді өзіне қызметіне, мынау творчестволық жұмысына келетін болсақ, жалпы негізі журналист, әдебиетші, мынау осы соңғы уақыттарда біздің осы өлкеміздегі мына бұрынғы ескі баяғы Тобанияз, Мыңбай Жалау, болмаса кешегі Тоқабай Құрмаш сияқты кісілерді көрген адамдар азайып батқанда сол адамдармен көрген адамдарды кездесіп, соларды мынау қатсырып кітапта қалдыру, болмаса осы біздің Маңғыстауды кеше кеңес уақытында осы Маңғыстау өлкесінің дамуына, экономикасы мен әлеуметтік дамуына қызмет жасаған атпал азаматтарды мынау кітапқа түсіріп, соны еске қалдырып алып қызмет жасап жүрген жігіттің бірі деп мен есептеймін. Мен енді жазушы емеспін, әдебиетші емеспін, тек мұны оқырман есебінде айтатыным. Жалпы қаламы былай ұшты, әңгімені жаңағы түбіне жетіп, жаңағы соны ізденімпаздықпенен сондай қызмет жасауға, творчестволық қызмет жасауға соған пейіл адам. Көптеген осы кітаптары шықты, оны халық оқырмандар өзінің несін бағасын беріп жатыр. Жалпы негізгі бір үлкен мәселе менің айтайын дегенім, мынау өмірдегі, өтіп жатқан өмірдегі еңбек еткен азаматтардың есімдері, жаңа мен алдында айтқан азаматтар, осы халыққа қызмет еткен адамдарды жастарға арқылы оларға есіне салып, олардың қызмет жөніндегі, еңбектері жөніндегі жастарға жеткізіп, жастарға патриоттық сезім, сосын өзін сол жаңағы ел үшін қызмет жасаған азаматтарға өзін соған теңеп, соған қарап өмір сүруге көп пайдасы бар зат деп өзім есептеймін. Ол тек өлкетану бағытында ғана емес, әдебиет әлеміне де ене білді. Әрі тек қазақ әдебиеті ғана емес, Волховскийдің өмірі мен қызметін зерттеу арқылы Пушкин тануға жаңалық қосты. Махамбеттің Маңғыстауға қатысты өмір деректерін зерттеді. О баста әдебиетке бейім адам едім. Мен өлең жазғам кезінде. Бұл өзімді әдебиетші сенетінмін. Оның үстімен алған мамандығым журналист, о да әдебиетке жақын. Бірақ жаңағыдай себептермен мен тарихқа, сосын өзімнің кәсіби нелерімен ауыспай да жүріп, мен осы әдебиеттен қол үзіп кеттім. Бірақ ол көкейімде тұрды да қойды.
Сол ең бірінші менің осы әдебиетке бет бұрған тақырыбым бұл мына Махамбет тақырыбы. Ол да баяғы Махамбеттің ЮНЕСКО көлемінде өтетін тойына байланысты. Жанбибі қарындасымыз екеуміз сол Махамбет. Және Маңғыстау деп бір кітап жазып, онымыз енді Махамбет сыйлығын алды. Сол әдебиет мені сол әуестігім, соған ынтазарлығым Пушкин тақырыбын алып келді. Оны енді Пушкиннің Маңғыстауда болған досы туралы бір кітап шығардым. Ол енді қылмай ортаға енді тарап жатыр. Оны енді оқырман бағасын жақсы алды. Ол даланың дара перзенттері туралы, олардың өнегелі өмірі жайлы жан-жақты жазып, азаматын көзі тірісінде ардақтауды мұрат қылған. Автордың аталмыш әрбір кітабы бір-бір перзентіндей. Бірақ олардың ішінде де 9 ылым бір төбе, ертөстігін бір төбе деп ерекше көрсететін еңбегі Заңғар роман эссесі. Мен айтар едім, біз әдебиет дегеніміз, оның ішінде қазіргі қазақ әдебиеті дегеніміз ол Әбіш Кекілбаев. Әбішті Маңғыстауды Әбіштен бөлуге болмайды. Сосын әрине Әбілқайырды да Әбіштен бөлуге болмайды сосын енді. Соны мен осы Әбекеңнің шығармасына қол бір тартып көрмек болып, мен оны көп жыл ойландым. Бұл 87 жылдың қысынан басталған нәрсе. Мен мұнда ол енді Әбішті ой бақты, ой данышпан, ой заңғар деп оны менен басқаларым жазады. Әне әкесі танытып жазады жақшылап. Мен сосын ойладым, мұнда осы қазақ әдебиетінде әңгіме болмай жүрген. Мына автобиографизм, географизм дейтін бар әдебиетте. Географизм дегеніміз жазушының көркем шығармасындағы сол дәл жердің дәл географиялық нақты бір аумақтық дәл көрсетілуі. Мысалы, Абай жолында өте көп. Ол тап осы тақырыпқа кім барды, Тұрсын Жұртбаев. Бірақ оның стихиясы бөлек болғанда бастай берді, ол басқа неге қарай көшіп кетті. Басқа сөз болған жоқ. Сосын автобиографизм. Ол көркем шығармада жазушының өзінің өмірбаяндық деректердің көрінісі береді. Жұрт салған жолмен шиырламаған жақсы. Әркімнің өзің қоянжымындай болса да соқпағы болған тәуірге. Неде болса мен осыған деп тәуекел қылып, мен осы Заңғар бетінде жазып шықтым. Ол ұзақ жазылды. Мінекей. Бірақ осының бір қызығы болды жазу кезінде. Мен енді Әбішті дүниеге әкелген өзіміз қолынан дәм татқан талай көрген Айсәуле анамызды мен жаза алмадым. Әр қырынан әр түріне жасап көрдім. Жоқ, қара кемпір алдыратын, ол Қаратау бес, ол асу беретін болмады. Әр тақырыпқа кірікпей тұрды ма, жоқ әлде тіпті әл бермеді мен білмеймін. Сосын оны жайда мұңым шағып, сырғылып Әбекең айтып едім, Әбекең маған көмектесіп, бұлай қыл, деудің орында ол қарқылдап тұрып күлді. Ой, мен маған сөйтіп деп. Сосын Алқажан дейтін бір сырлас жеделдесенім, сол қара кемпір тегін қара кемпір емес маған. Ол маған дейтіні Айсекеңнің қолында тәрбиеленді, сол үйде жатып, кәдімгі соның бірі баласы болып кеткен Алқажан біздің Еділхан. Сол саған бөлек келгенің жөн болатын шығарды. Сосын ақыры мен осы бөлек келіп, мен осы жаздағы, өзі өткен көктеммен жаздағы табысы мына Әбекеңнің тойына шашуым 70 жылдық. Мен мына Аянаны жазып шықтым. Әбілқайыр ағай бұл тереңнен толғайтын, тарихты терең білетін, әрбір жазғанның өзі сап алтындай дүниелер болып табылады. Мысалы, анау алыстан жеткен тек қана аз-маз деректердің негізінде шыққан Тоқабай Құрмаш, немесе дәл сондай ретпенен әртүрлі мұрағаттық деректерді талмай іздеп, соны тірілту мақсатында жазылған Жалау Мыңбай, тірі кезінде де, өлгеннен кейін де адамдар сөз қылуға батпаған Сүйінқара, басын имей өткен Иса менен Досан, әрқайсысы мұның
кезінде сыйлыққа ұсынылатын дүниелер еді. Жоғарғы оқу орындарында, мектептерде арнаулы курстардың тақырыбы болуға татитын дүниелер. Содан мектептің аты ұлы жазушы Мұхтар Әуезовтің есіміне байланысты, бірақ соның енді кейбіреулері мынау қарап тұрсақ ішінде бұның шәкірттері, Айтмағамбет Құдайберген Әуезовтің шәкірті, Қабиболла ағай да сондай, Сайын ағай мына жақта тұрған Серікбол Қондыбай, біреуі Әбілқайыр ағайға жасақталған. Енді мектептің музейі ғой. Сондықтан енді балалар біле берсін деп, өлкенің осындай бірегей кісілерін таныту мақсатында Әбілқайыр ағайға да осындай бұрыш жасадық. Әрине, өнер иесі, әсіресе жазармандар қауымы қай кезде де қаламын суытып қоя алмайды. Ең бастысы сол жазған дүниенің ел игілігіне жарауы. Ал ел игілігі үшін атқарылған қызметтен артық одан ізгі іс жоқ. Мысалы, менің жасымда, шын сырымды айтса, менің жасымда, мен қауіпті жастамын. Себебі орысша айтқанда мына педагогтар айтады, переходной возраст деп. Өтпелі кезең. Мен сол өтпелі кезеңде отырмын. Егер осыдан мен құрттай жалқау болып кетсем, мен енді өлегенше жалқау болып қаламын енді. Сондықтан мен ең соңғы қайратымды жұмсап, өзімді зар күйінде ұстауым керек. Енді ол зар күйінің қаншаға жететінін де білмейміз. 60-50 кісінде енді өзі қанша жерге өңменді дейсіздер енді. Дей тұрғанменен сол соңғы бәйгінің соңғы айналымын енді бір өзінше айтып шаңырсып болса, далбақтап болса, дұрыс айналып өткім келіп осы нетіп жүрмін. Оқырмандар маған қазір көп сұрақ қояды. Не жазылғалы жүрсің, не жазып жатырсың деп. Осы жақында 1873 жылы біздің Маңғыстау өңірінде болып кеткен неміс бас штабының офицері, лейтенант жас жігіт, соның Кенділден Қиуаға дейінгі сапардан жазбаларын аударып, неміс тілінде жазылған екен. Оған Қама Зүлбаева дейтін жеделдес қарындасымыз немістің кәдімгі классикалық тілінде жазылған, көркем жазылған нәрсені ол орысша подсрочник дейміз, бізге орысша аударып шықты. Содан мен қазақшылап, бүкіл ғылыми түсінігін жасап, сол жорықтың ізімен жүріп өтіп, оғанда да бірнеше адам көмектесті. Жалғас Бабақанов бастаған өзінің әкімі өзі суретке түсіріп жүр. Соны негіздеп, міне баспаға осы бүгін ертең жіберейін деп отырмын. Бұл кітапты алдыртып берген соны Германиядан Қырымбек Елеуір Көшербаевтың еңбегімен алдық. Ағаның 60 жылдық мерейтойы қарсаңында Маңғыстау облысының әкімі Қырымбек Көшербаев арнайы қабылдап, құттықтап, иығына шапан жапты. Бабаларымыз айтқан екен, көңілдің су ішеді деп. Қырекеңді шақырып құттықтап жатыр. Елеп ескергенде қарапайым ғана еңбек адамын осында қаламмен қағазын қажап жүрген. Рахмет онысына. Жаңа жақсы тілектер айтты. Енді жақсы тілектер деннің саулығы алдымен. Сосын творчестволық табыс. Ал жазу адамның творчестволық табыс деген ол елдің ризығы. Демек, ол сіз бен бізге, құрметті қауым, баршамызға арнаған жақсы тілегі деп қабылдаймыз. Мінекей қадірменді көрермен, осымен біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Эфирді келесі көріскенше, қайыр хош.